Достар, мен дүкендегі у тамақтардан ғана емес, сонымен қатар күнделікті қолданыстағы химиялық заттардан да бас тартамын деп шештім. Мысалы, ферри, комет сияқты заттардың орнына мен сода пайдаланамын деп шештім. Сода арзан, пайдалы, табиғи. Осыны химиялық заттардың орнына мен қолданамын. Жақсы тазалайды, өте жақсы тазалайды. Туалет жусаңда, ванна жусаңда, раковина жусаңда, бәріне пайдалы. Дақтарды бұдан артық ештеңе кетірмейді. Тіпті киімнің дағын да осы соданы құйып жууға болады, кір сабында. Одан кейін шампунды да пайдаланбаймын. Шампунның орнына осындай кір сабын. Кір сабын мен шашымды жуам, денемді жуам. Кір сабыннан пайдалы асқан нәрсе жоқ. Мен гинекологтан да сұрағам, басқа дәрігерлерден де сұрағам. Ең пайдалысы маған кір сабын деді. Қалғанның бәрі химия деп дәрігерлердің өздері айтып отыр. Сондықтан бір жағы үнем, бір жағы пайдалы. Басымды химиямен улап, денемді химиямен улағым келмейді. Түрлі гель, шампундардан мен бас тартамын. Қайысқақ пайда болады шампундармен жусаң, басың қышиды, өзіңді жақсы сезінбейсің. Оның үстіне олар әртүрлі ауру таратады екен, химиялық заттар. Қазір мен сондай ақпараттар жинап жатырмын. Менің денімнің сау болғанын қалаймын қартайғанша. Сондықтан да осындай заттарға көштім. Сіздер қандай заттарға көшудесіздер? Сіздерде көшудесіздер ме? Сіздерде қалай?